Баян жүрек суреттері. Жетісу өңірінің Қапал аймағындағы сұлу да көркем бір жер шоқтығы. Қапал қаласының етегіндегі Жетісу алатауының сілемінің бір шыңы Баян жүрек тауы деп аталады. Баян жүрек баурайындағы жартастарда түрлі суреттер бейнеленген. Олардың мазмұны да, сипаты да әр түрлі. Суреттер қола дәуіріне жататын археологиялық мәдениет кешені ретінде тарихымызға жазылған. Баян жүрек суреттері деп ғылымға жазылған бұл ескерткіштердің мазмұны, тарихы сонау ерте замандардан басталады екен. Кәрі тарихтан жеткен деректерге сүйенсек, сонау есте жоқ ескі замандарда бұл жерде сақ-ғұн, қимақ тайпалары өмір сүріпті. Қола дәуірінен бері жеткен ескерткіштерді ғалымдарымыз біздің заманымызға дейінгі 4-ші мыңжылдықтың аяғы мен біздің заманымызға дейінгі 1-ші мыңжылдықтардың басына жатады деп бөлген екен. Баян жүрек жартастарындағы петроглиф жазу сол сақ-ғұн, сармат тайпаларының өмір сүру мәдениеті, атқа міну, ат үйрету және тұрмыс тіршілігі бейнеленген суреттермен ерекшеленеді. Жартастағы суреттердің басым бөлігінде салт атты сарбаздар бейнеленген. Ежелгі түркі дәуірін сипаттайтын бұл ескерткіштер ЮНЕСКО-ның мәдениет картасына енген.